15-ші тарау. Пойыз вокзалға келіп тоқтады. Паспорту вагоннан бірінші болып шықты. Оның соңынан жас серігін қолтығынан демеген Фок мырза түсті. Ол Ауда ханымға ыңғайлы орын қамдау үшін дереу Гонконгке баратын пакет-ботқа мінуді көздеді. Өйткені сұлу келіншектің басына қара бұлт үйіріліп тұрған бұл елде оны жалғыз қалдырғысы келмеді. Фок мырза түскен бетте оған бір полисмен келіп: «Мистер Филиас Фок, сіз боласыз ба?» деді. «Иә». «Ал мына кісі сіздің қызметшіңіз бе?» деп сұрады полисмен иегімен паспортуды нұсқап. «Иә». «Өтінемін, екеуіңіз де менімен бірге жүріңіздер». Фок мырза таң қалса да сыр алдырмады. Полицей заң өкілі, ал бүкіл ағылшын үшін заң қасиетті. Паспорту француздығына салынып, тәжікелесе бастап еді, полисмен оны таяғымен жайлап қана түртті. Фок мырза қызметшісіне мойынсынуға ишара білдірді. «Бұл ханымға бізбен бірге жүруге бола ма?» деп сұрады Фок мырза. «Болады», деді полисмен. Полисмен Фок мырза мен оның серіктерін пара чеккен 4 дөңгелекті 4 орынды күймеге ертіп әкелді. Бұлар мінісімен арба жүріп кетті. 20 минутқа созылған жол бойына ешкім тіс жарып сөз айтпады. Күймелі арба алдымен 40 жамау киінген, 40 рудан құралған халқы бар. Қиқы-жиқы лашықтан тұратын ыбырсыған көшелері таптар махаланы, лас қаланы кесіп өтті. Содан соң кірпіштен салынған үйлерін кокос пальмалары көмкеріп, ағаштары бей-берекет қаулап кеткен европалық қалашықтың ішіне кірді. Таң мезгілі болса да, мұнда көшеде салтанатты салтаттылар, сәнді күймелер қаптап жүр. Күйме тұрғын үй деуге келіңкіремейтін қораштау бір ғимараттың алдына тоқтады. Полисмен тұтқындарды түсіріп, олай деп айтуға толық негіз бар, терезесі темірден торланған бөлмеге әкеліп кіргізді. Содан соң: «Сағат 8:30-да Абадия судьяның алдында боласыңдар», деді де есікті құлыптап жауып кетті. «Солай жағдай, біз тұтқындалдық», деп паспорту орындыққа сылқ ете түсті. Ауда ханым толқығанын жасыруға барынша тырысып: «Бұған мен кінәлімін. Сіз мені тастап кете беріңіз, мырза. Сізді мені құтқарғаныңыз үшін аңдып жүр», деп безектеді. Филиас Фок бұл мүмкін емес деп қысқа ғана қайырды. «Судьяның ізіне түсу әсте миға қонбайды. Олар қайтып арыз бермек. Бұл жерде бір ағаттық кетіп тұр. Фок мырза, жас әйелге қайткен күнде де сені тастамаймын, Гонконгке дейін апарып саламын», деп сөзін сенімді аяқтады. «Алайда пароход сәскеде жүріп кетеді ғой», деп ескертті паспорту. «Біз түс болмай кемеде отырамыз», деп сабырмен жауап берді джентльмен. Нығарлап айтқаны сондай, паспорту мырзасының сөзін қалай қайталап қойғанын аңғармай қалды. «Сайтан алғыр, әрине солай болады. Біз түс болмай кемеде отырамыз», деді ол шырбалақтап. Дегенмен дауысы сенімді шықпады. 9:30-да бөлменің есігі ашылды. Полисмен тұтқындарды көрші ғимаратқа апарды. Бұл сот залы болып шықты. Іші толы европалықтар мен жергілікті халық өкілдері. Фок мырза, Ауда ханым, паспорту үшеуі судья мен хатшы қыз отыратын жердің алдындағы орындыққа құйрық басты. Тап сол сәтте құрақ ұшқан хатшы қыздың соңынан Абадия судьяның өзі де көрінді. Бұл бір жуан денелі, домаланған кісі екен. Шегеде ілулі тұрған париктердің бірін әбжіл қимылмен алып басына кие қойды. «Бірінші іс тыңдалады», деп хабарлады ол. Ол кенет қолын басына апарды да дауыстап жіберді: «Эхей, мынау менің паригім емес қой». «Сіз дұрыс айтасыз, ол менікі, Абадия мырза», деді хатшы қыз. «Құрметті Ойыстырпов ханым,
Қазіргі сәтте сіздің паригіңізді киіп отырған судья дұрыс үкім шығаруы мүмкін деп ойлайсыз ба? Судья мен хатшы қыз париктерін ауыстырып киді. Олар басымен әуре болып жатқанда паспорту тым күйгелектеніп кетті. Сот залына ілінген үлкен сағаттың тілдері оған шыр айнала зырылдап, тез жүріп жатқандай сезілді. Бірінші іс тыңдалады, деп қайталады судья. Филиас Фок, деп дауыстады хатшы қыз Ойстерпуф. Мен, деді мистер Фок. Паспорту. Осында, деп атып тұрды ол. Тамаша, деп сөзін бастады судья. Бомбейден шыққан пойыздан сіздерді күткенімізге міне 2-ші күн болды. Бізді сонда не үшін айыптайды? Деді шыдамсызданған паспорту сөзді бөліп. Сіз оны қазір-ақ білетін боласыз, деп жауап берді судья. Сударь, деді Филиас Фок. Мен Британ азаматымын, және құқығым... Сіздің құқығыңызға нұсқан келді ме? Деп сұрады судья. Тіпті де олай емес. Тамаша, шағымданушыларды шақырыңыз. Судьяның бұйрығымен есік ашылып, сот орындаушысы залға үндінің 3 діни қызметкерін кіргізді. Өзім де солай ойлап едім, деп тістене сөйледі паспорту. Бұлар нағыз жексұрындар. Біздің көзімізше жас әйелді отқа жағып жібере жаздады. Абыздар судьяның алдына шықты. Хатшы қыз Филиас Фок пен оның қызметшісінің Брахман храмын қорлағаны туралы жәбірленушілердің шағымын дауыстап оқып берді. Сіз естідіңіз бе? Деп сұрады судья Филиас Фоктан. Иә, деп жауап қатты Филиас Фок сағатына қарап қойып. Естідім және мойындаймын. Солай, сіз мойындайсыз ба? Жә, мойындайын. Және мына 3 діни қызметкердің Беладжи храмында не істемек болғанын мойындағанын күтемін. Көздері атыздай болған абыздар қозғалақтап бір-біріне қарады. Айыпталушының сөзі оларды аң-таң қылғандай. Айтқаным айтқан, деді шыдамай кеткен паспорту өзеуреп. Тап сол Беладжи храмында олар құрбандығын тірідей отқа жағып жібере жаздады. Абыздар естері шығып абдырап, абадия судья шегін тартып таңырқады. Қандай құрбандық? Деп сұрады ол. Кімді өртейді? Тура Бомбейдің орталығында ма? Бомбей деймісіз? Деп сұрады паспорту. Енді ше, әңгіме Беладжи емес, Бомбейдегі Малабар Хилл храмы туралы ғой. Айғақ ретінде дінбұзардың кебісі әкелінді, деп қостаған хатшы қыз паспортудың аяқ киімдерін үстелдің үстіне қойды. О, бұлар менікі ғой, деп айғайлап жіберді паспорту, таңырқағаны сондай сезімін ірке алмай қалды. Қожайыны мен қызметшісінің санасын қандай ой осқылап өткенін түсіну қиын емес шығар. Әлдеқашан болған Бомбейдегі оқиға кенет Калькуттада сот орындығының алдына алып келді. Мәселенің мәнісі мынада еді. Ізгесуші Фикс паспортудың қателігін өз пайдасына шешуді ұйғарды. Жүру уақытын 12 сағатқа шегеріп, Малабар Хиллдің абыздарын азғырып, көмек те ұсынды. Жансыз діни қызметкерлерге киелі храмды қорлағандардан қомақты өтемақы өндіруге болатындығын, өйткені ағылшын үкіметінің мұндай құқық бұзушыларға өте қатал қарайтынын айтып ұғындырып, келесі пойызбен діни қызметкерлерді ертіп, кінәлілердің ізіне түсті. Ол жергілікті билікке телеграммен хабар жіберіп, қылмыстыларды вагоннан шыққан бетте ұстау керектігін де ескертіп қойған еді. Филиас Фок пен паспорту жас жесірді құтқарамыз деп, жолда бөгелуіне байланысты Фикс пен үнділер олардан бұрын жетті. Филиас Фоктың Үндістан астанасына әлі келмегенін білгенде, Фикстің қалай күйінгенін айтып жеткізу қиын. Ол алаяқ жолдағы станциялардан түсіп қалып, солтүстік провинциялардың біріне тығылып үлгерді деп ұйғарды. Қансолы қашып, берекесі кеткен жансыз вокзал басында теңселіп жүрді де қойды. Таңертең саяхатшылардың вагоннан шығып
Келе жатқанын көргенде төбесі көкке екі ақ ел жетпей қалды. Ал олардың қасындағы жас әйелдің қайдан пайда болғаны Фикске түсініксіз көрінді. Табанда полисменді жұмсап жіберді де, осылайша Фок мырза паспорту Бундельханд раджасының жесірі Абадия судьясының алдынан бір-ақ шықты. Егер паспорту тым қатты алаңдап, сабырынан айырылмағанда, залдың бұрышында сот барысын қалт етпей тыңдап отырған Суэц пен Бомбейдегідей Калькуттада да тұтқындау туралы ордерді әлі ала алмаған жансызды жазбай таныр еді. Бұл вақытта паспорту абайсызда аузынан шыққан сөздерді қайтарып алуға, бар байлығын беруге дайын тұрған еді. Судья Абадия мойындау хаттамасын әкелуді бұйырды. Сіз қылмыс фактісін мойындайсыз ба? Деп сұрады судья. Мойындаймын, деп суық жауап берді Фок мырза. Осыған байланысты, деп сөзін жалғады судья. Ағылшын заңы Үндістанда тұратын барлық халықтардың діни сенімдерін бірдей қорғайды. Және осы жылдың 20 қазанында Бомбейдегі Малабар Хилл храмының еденіне қол тигізуге тырысқан паспортудың айыпталушы деп танылғанын ескере отырып, сот жоғарыда аталған паспортуды 2 аптаға бас бостандығынан айыруға және 300 фунт айыппұл салуға шешім қабылдады. 300 фунт? Деп айқайлап жіберді паспорту. Шынында, оны айыппұлдың көлемі шошытып жіберген еді. Аузыңды жап, деп шаңқылдай зекіді заң өкілі. Назарларыңызды бұруды өтінем, деп судья Абадия сөзін жалғастырды. Бұл мәселе бойынша қызметшісі мен оның қожайынының арасында сөз байланысу фактісі сот тергеуімен дәлелденген жоқ. Алайда қожайын барлық жағдайда қызметшісінің әрекеттері мен амалдары үшін жауапты болу керек екенін ескере отырып, сот жоғарыда аталған Филиас Фокты 8 тәулікке түрмеге қамауға және 150 фунт айыппұл салуға шешім қабылдады. Хатшы, келесі істі хабарлаңыз. Бұрышта отырып бұл үкімді естіген Фикс бақыттан басы айналып кетті. Филиас Фок Калькуттада 8 күн қамауда отырмақ. Бұл уақытта ордер қалайда келіп үлгереді. Паспорту төбесінен жай түскендей аңырап қалды. Бәрі бітті. Мырзасының жоспары ойран болды. 20 000 фунт стерлингінің бәсі күйіп кетті. Бұның бәрі паспортудың ашық ауыздығына. Қарғы сатқыр храмда несі бар еді? Филиас Фок байсалды қалпынан бір өзгермеді. Тіпті үкім оқылып жатқанда қабағын да қозғалтқан жоқ. Алайда хатшы қыз келесі істі хабарламақ болғанда орнынан тұрып, мен кепіл ұсынамын, деді. Бұған сіздің хақыңыз бар, деп жауап қатты судья. Фикстің жон арқасы мұздап кетті. Алайда судьяның Филиас Фок пен паспортудың Калькуттаның тұрғыны еместігін ескере отырып, үлкен көлемдегі кепіл олардың әрқайсысына 1000 фунттен тағайындағанын естігенде тезесін жиып алды. Егер жазасын өтеуді қаламаса, онда Фок мырзаның 2000 фунт стерлинг шығаруына тура келмек. Мен төлеймін, деді біздің Жампос. Ол паспорту ұстап тұрған жол сандықты ашып, бір бума банк билетін алды да хатшы қыздың үстелінің үстіне қойды. Бұл сома сізге жаза мерзімі өтелгеннен кейін қайтарылады, деді судья. Әзірге сіз кепілдікпен босатылдыңыз. Кеттік, деді Фок мырза өзінің қызметшісіне. Олар тым құрыса менің кебісімді қайтарсын, деді паспорту ашуға булығып. Оған тиесілі киімдер қайтарылды. Бұл маған өте қымбатқа түсті ғой, әрқайсысы 1000 фунттан, оның үстіне қысыңқы, деп мысқылдады паспорту. Құрыс тілдері ғана қалған паспорту жас әйелдің қолынан ұстаған Фок мырзаның соңынан сөмпеңдеп ере берді. Соңғы минутқа дейін ұры ешқашан да 2000 фунтты санап бере қоймайды. Одан да 8 күн түрмеге отырғанды жөн санайды деп сенген Фикс олардың ізін аңдуға көшті. Фок мырза арба тоқтатып, оған Ауда ханым паспорту үшеуі мінді.
Фикс жағалауға барып тоқтайтын арбаның соңынан ілесіп отырды. Олардан жарты миль жерде Рангун туды діңгекке көтеріп жолға дайын тұрды. Сағат 11-ті соқты. Фок мырза кестеден 1 сағат ерте келді. Фикс олардың арбадан шығып, Ауда ханым паспортумен бірге қайыққа отырғанын көрді. Жансыз жер тепкілеп аласұрды. «Жексұрын!» деп ышқынды ол. «Ол кетіп барады. 2000 фунт желге ұшты. Ол нағыз ұрылар сияқты батып тұрған ысырапшыл. Бірақ көрде тұр. Керек десең, мен онымен жердің түбіне дейін барам. Ол осылай жүре берсе, ұрланған ақшадан түк те қалмайды ғой». Полиция инспекторының ашуына толық негіз бар еді. Шынында да Филиас Фок Лондоннан шыққаннан бері жол шығынына, сыйақыға, піл сатып алуға, кепілге және айыппұлға 5000 фунттан астам жұмсаған еді. Ал ұрланған сома азайған сайын жансыздың сыйақысы да кеми бермек.